Аппарат ПВС, азиосварной, тик 315 ECDC, постоянный ток, ампераж 70 ампер. Ассалаумағалейкум достар. Қазір біз 6 дюйм деп айтылады, 159 труба, қалыңдығы 8 мм. Паскысы 37-40 градуста ашылған, 4 мм зазор беріп, осы аппаратпен барит етіп тексеріп көрейін деп жатыр. Қазір барит етіп болғаннан кейін қалай шыққан аппараттың қандай екен, қандай деңгейде барит ете алатынын біз сіздерге айтатын боламыз. Мен қазір двухтактныйда барит етіп отырмын. Бұл қазір көрен тұрдық, двухтактный немен, қазір осы көренді четырехтактныймен барит етіп көрсетемін. Четырехтактныйға басып қойып, bunu da korumuz. Lazım. Çok qanchada tur? 76'da. Екі функциясында жақсы жұмыс істеп тұр. Четырехтактный, двухтактный екеуі де аппарат өте тынық барит етеді. Жағуы таза жағады, жұмсақ барит етіледі. Енді обратный валигін келіп көріңіз. Обратный валигында трубамызда сәл таза болмағаннан кейін кішкене бар. Обратный валигі осылай шықты. Қазір енді сіздерге заполнениясын, облицовкасы қалай барит етілетінін көрсететін боламыз. Сол өлшетілі басы. 120 ампермен бағана қойған трубамызға тазалап қойдық. Облицовка құйып көрсететін боламыз. Қандай? Лазер. Аппарат ешқандай қиналып жатқан жоқ, өте тынық жағып жатыр. Негізі осындай аппаратты алып қолдансаңыздар өте жақсы аппарат екен.